тосқан өмірлерді, төзімдерді. Ол кеше қан майданның өзін көрді. Әзағаң сөз дәуреннің перзенті ғой, жырлаған қара сөзбен сезімдерді. Қаламы мен қаруын қатар ұстаған, өз дәуірінің де, сөз дәуірінің де жарқын перзенті, қазақтың халық жазушысы Әзілхан Нұршайықовтың туғанына биыл 100 жыл толып отыр. Соғыса жүріп те әскери әңгімелері мен очерктерін майдандық басылымдарда жариялау арқылы шығармашылығын шыңдаған сөз өнерінің шебері еді. Бұл Абайдың «Құдай-ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын шегініп, алыстап кетті-ау құрғырлар» дейтін өлеңінен алынған жол. Мәңгілік оқылатын кітаптар бар. Сол мәңгілік оқылатын кітаптардың бірі осы «Махаббат қызық мол жылдар», «Ақиқат пен аңыз», «Мәңгілік махаббат жыры» деп ойлаймын. Себебі Әзілхан ағамыз не жазса да шынайы, қарапайым, әрі тебіреніп, толғанып жазады. Бұл оқырманның көңіліне ерекше ұялайтын қасиеттер. Жазушының шығармашылығы мен өмірінің қызықты сәттері туралы жазылған дүниелерді Жетісу өңірінің басылымдары да жиі жариялап келеді. Сондай-ақ Сәкен Сейфуллин атындағы Алматы облыстық әмбебап кітапханасында Әзағаң жайлы көптеген әдеби шаралар өтуде. Ол кісінің көзін көрген ақын жазушылардан бастап, ел ішіндегі әңгімелерін сүйіп оқитын қарапайым оқырмандармен кездесулер, көрмелер және жастар арасында эссе байқауы да жиі ұйымдастырылып тұрды. Махаббат қызық мол жылдар кітабы тұңғыш рет 1970 жылы жарық көрген. 2020 жылы қайта басылып шықты. Жастық, сезім, кіршіксіз махаббаттық үйренетін кітап. Біздің кітапханашылардың зерттеуі бойынша ең көп оқылатын кітаптардың қатарында Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» романы әлі күнге дейін пәк сезімі тасыған оқырмандар арасында үлкен сұранысқа ие көрінеді. Шығыс жерінде туған бар қазаққа ортақ қарт қаламгердің қай шығармасы болмасын, жас ұрпақ үшін үлкен тәрбиелік мәні зор екені даусыз.